Дәстүр 2 киносына барып, қатты өкініп қалдым барғаныма. Дым мағынасы жоқ, түсініксіз кино ғой деп адамдар комментарий жазып жатыр екен. Мен де бардым ол киноға. Мен өз ойымды айтып кетсем. Бұл кино бір өзінің бір атмосферасы бар да, адамды қызықтыратын бір, енді хоррор деп айтады бұл кино, бірақ мен ойымша бұл хоррор емес, андай қараңғы андай болады ғой, жутия, короче, сондай. Маған ұнағаны бұл жерде ешкімге ұқсамайтын басқа бағытта түсірілгенді. Актерлардың гримі, ойыны, оператордың жұмысы өте жоғары, және музыка атмосфераны күшейтіп, күшті андай беріп тұр да. Сюжеті кішкене шикілеу, оны мойындау керек, бірақ жалпы әсері жақсы. Енді Дәстүр 2 мен Дәстүр 1-ді екеуін салыстырсам, маған көбінесе Дәстүр 1 өтті. Енді фильмге баға қоятын болсақ, 10-нан 7 деп баға беріп отырмын. Ал сізге бұл кино ұнады ма? Өз пікіріңізді комментарияға жазып кетіңіз.